Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн. Сіздерді көріп қуаныштымын. Қалайсыздар? Қазір мен бір жұмыстармен қалада жүрген болатынмын. Сол себепті кішігірім шығайын дедім. Необычный болып. Сұрақтарыңызға жауап беру үшін. Толыққанда сұрақ қойсаңыздар болады. Вайлбер жайлы. Дауысын жақсы естіп тұр ма негізі? Дауысын жақсы естіп тұр ма, жоқ па? Сонда айтыңыздар, себебі дұрыс естілмей қалса тағын қалай айтсам екен деп бітіп қойып алайын да. Қалайсыздар, Назиева дейді, Қарлығаш ханым, қош келдіңіздер. Бұл уақытта адамдар кірмейді ау дейме? Жақсы, онда мен айтып кетейін. Вайлбер деппін ғой. Shopify'да товарыңызды, бір товарды қоя салып, оны реклама жіберсеңіздер, ол чисто қателік болады екен. Себебі ол жерге құр босқа ақшаңыз кетіп қалады. Сол себепті алдымен бүкіл былайша айтқан кезде біз магазинді ашамыз ғой, әшейін бутиктан да, например, бутиктен ашатын кезде бізде не керек? Адамдар көп выбор болатындай көп заттарды жасап қойып, одан кейін барып ашу жасаймыз. Тура солай кабинетімізді алдымен Shopify'дағы магазинді дұрыстап, әдемілеп, барлығын жасап болып, одан кейін барып біз оны жібереміз дұрыс. Сол себепті қазір менде 27-28 товар әрбір жеріне развалып кетеді, бағалары деген сияқты. Яғни соларды жасап болып, одан кейін барып жібересіз. Ол жерде былай бір товар, бір нишамен жасату керек, например, ит мысықтардың заттарын сатасыздар ма, или платоктар сатасыздар ма, шапка ма, или мынандай аксессуары да. Яғни магазиніңізде адамдар осы затты алғаны келсе, рекламадан, и ол тағы да басқа зат, чехолын алып кету мүмкін, тағы да басқа затын алып кету мүмкін. Тура солай магазиніңізді ассортимент көп болып тұру керек та, сол товарлар бойынша. Сол себепті өзіміз тіспасты алатын болсақ, щетка аламыз, аяқ киім алатын болсақ, патегін аламыз қыстың күні. Былайша, тура солай нақты адамдарға қажетті магазин жасау керекпіз. Сол кезде еңбек жасасақ, міндетті түрде ол ақталатынына көзіміз жетіп тұр. Қуанышты жаңалық, заказ түсті, пока бірақ ол ақшасы әлі түспеді, потому что отказ болып кетті ма, что-то непонятно. Ну, сұраныс бар деген сөз. Сол себепті ештеңеден қорқудың қажет жоқ. Қазір мен бір жұмыстармен отырған болатын, сол себепті премьерге шығып отырған жерім. Бұл премьер сақталмайды. Просто сөйлесу үшін ғана шығып отырмын. Гүләзия ханым, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Вот, солай, Shopify'да прям ешқандай, например, Wildberries'те біз товарды орайтынбыз, бәрін жасайтынбыз, жіберетінбіз, еңбек. Ал бұл жерде еңбек тек қана магазиніңізға дайындау, магазиніңізді әдемілеп, әрлеу. Қалайсыздар? Жақсы. Сол мен сабақтарға келіп отырғанмын, қазір бізде бір кісіні күтіп отырғанмын, сол кісіден келсе. Алла қаласа біз ФБО деген сияқты ғой. ФБО-дағы бір оқушымыз бар еді, сол ФБО-ның сабағын бітіріп тастау керек еді, соған келген болатынмын. Оған кіру платный ма? Жоқ, платный емес, 3 айға дейін $1 арендаңыз, сол бутикті алған сияқты. Ал 4-ші айдан бастап $24 болады. Оғанға дейін жақсылап, нықтылап, өз оборотыңыз дұрыстап, ақша айналып келе беретіндей, түсе беретіндей магазинді дайындап қойсаңыз, ол сізге түкте болмай қалады негізінде. Аширова Майра деймін, қалдарыңыз қалай? Бізде 3 орын толып кеткен болатын, бірақ тағы да жазып жатқан жандар. Мен енді ол бағамен орын ашпаймын, потому что бұл жерде действительно оңай зат емес. Оңай зат болса елдің бәрі жасап кететін еді. Бірақ та жасасаңыздар, міндетті түрде барлығын білуге болатын. Қалай айтсам екен, қай поставщиктен алу керексіз, ол қанша уақытта жеткізеді, 20 күнде жеткізе ме, 30 күнде жеткізе ме, ол Австралияға ма, или Канадама, қай жаққа сіз жазған болсаңыз, Американың өзінің США-ға жібересіздер ма, соның барлығын уақытымен, датасымен көрсетіп тұрады, және де сіз мошенниктарға енді барлық жерде бар ғой, яғни товар жетпей қалмай ма сізге айтқан товарыңыз, сенімді ма ол поставщик деген сияқты, оны да көретін жерлері бар, соның ішінен таңдап барып қойған дұрыс. Яғни жақсылап тұрып зерттеп барып бірақ товар қоямыз. И соның барлығын жасап болғаннан кейін оны импорттап магазинімізге, енді соны магазиніміздің өзін әдемілеп әрлейтін боламыз. Енді конечно call to action деген бар, солардың жасағаннан кейін барып болады. Ассаляму алейкум.
Бұл жерде сол бастапқы жолдан аспай қиналмай өтсек, алла қаласа, енді барлық жерде риск бар. Например, Wildberriesте көбісі Каспийде товарды алады, өздері жасайды ғой. Бұл жерде ондай жоқ. Біз барлығын Алиэкспрессқа береміз. Алиэкспрессқа өздері алып барады. Енді сізде былай сұрақ болуы мүмкін. Олардың бастары жетпей ме, америкалардың өздерінің, что Алиэкспресстен алуға деген сияқты. Дұрыс сұрақ, себебі бұл жерде мынандай тақырып қой. Егер де адам барахолкадан алса, арзан деп ойлаймыз ғой, қытайский сапасы дұрыс емес деп ойлаймыз да, и потом біз басқаша магазинде тұрғанын аламыз. Әдемілеп пакетке салып, жылтырып, әдемілеп салфан пакеттерге салып қойған орамалдарды аламыз. Например, тура солай магазинде тұрған, baby mom, baby бірдеңке деп жасап қойыңыз мүмкін. Или сіз немен айналысасыз, сол магазиніңіз бренд қылып жасасаңыз болады, и сол магазинге кірген кезде полностью адамдар сол товарларды алып кетуі мүмкін. Бәрі нәрсе арып бара тұрмау керек та. Светтерді бір-біріне үйлесімді болу керек, элитный барлығын жасасаңыздар, алла қаласа, заказда барлығы болады. Сол процесстен өтіп алу керекпіз. Қалайсыздар, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Яғни солай. Премьер сақтайын ба? Дегесін ба? Нақты солай. Күнделікті өсіп жатқан, күнделікті алып жатқан инсайттарымен сіздерге бөлісіп жатқан жерім ғой. И кейін бұл жерде де өзінің қиыншылықтары бар. Яғни бір товар болса, оның неше түрлі размері, неше түрлі цветтер бар. Әр біреуіне сіз датасын, бағасын дұрыстап қойып шығу керексіз. И міндетті түрде доллармен қоясыздар ғой. Нұрбек бай дейді, қалдарыңыз қалай, қайырлы күн. Сондай, кімде қандай сұрақ бар, қойсаңыздар болады. Мінекей, мен дәптерлерді толтырып тастағам. Барлығын постоянно жазып отыру керек, не басу керек. Сол себепті жазсақ қана бұл мақсатқа айналады, жасаймыз бәрін. Даусым жақсы естіліп тұр ма? Аяқ асты шықтым, бірақ видео сақталмайды. Пример сақтады деген сақтайын, сақтамаса сақтамайын деген сияқты. Так, мен қазір товар қойып жатырмын. Товарға біраз уақытымыз кетеді. Импорт жасағанның өзінде де. И плюс айтып кетейін, импорт жасаған кезде отзывтарды импорт жасауға болады. Бірақ ол платный. Оны платный болған кезде 10.000-ға 12.000 теңге ма солай шығады екен. Бір сатып алғанымызда, олайша дизерс бесплатно, қасында импортта отзывтар бар, 100 отзывқа дейін. Яғни живой адамдардың алғандарын отзывтарын көрсеңіз, потому что магазинге кірген кезде ең бірінші өзіміз не көреміз, отзывқа қараймыз ғой, қалай деген сияқты. Сол себепті отзывтарды сіз өзіңіздің магазинге импорт жасасаңыздар болады. Курс қылып өткіземіз. Пока курстың бағасы өткенде ашылған кезде, что менімен бірге болып кетіңіздер деген кезде орын толып кетті. Бірақ қазір менімен оқитын болсаңыздар, как менторство ретінде менімен бірге жеке осылай отырып өтесіздер. Менторство менімен жеке бір адаммен жұмыс жасаймын да. Енді ол бастап жатқаннан кейін барып айтып жатыр. Егер де оның бағасы дальнейшем 500.000-нан асады, курстың бағасы, потому что ол өте қымбат. 500.000-нан асады менторство, одан аз болмайды. Ал бірақ сіз алып қалатын болсаңыз, осы менторствоны, яғни жеке менімен бірге отыратында 2 адам болады, тек қана группада. Онлайнда бізде қазір 1 адам бар, сол себепті онлайнда суда офлайнда 1 адамға орын жетіп тұр. Тұрғаны. Мен өзім бұл сабақты айттым, 500.000-ға алдым, 350.000-ға алдым, қалғанда жарты бөліп жасадым. Сол себепті ондай 300-500.000 деп айтпаймын сіздерге. Басында бізде 100.000 болған еді. Ол бұл жерде қиыншылығын, бұның түсінуі, энергиямыз, күшіміз кететін болғаннан кейін бұның бағасы 150.000 теңге дедім. Енді 150.000 теңгеге үлгеріп қалатындар болса, бүгін, пожалуйста, продажа ашық, тек қана бірақ орынға. И менторство болады. Жеке менімен оқытыласыздар. Дальнейшем бұның бағасы айтып отырып, курстың өзі 200.000-нан аз болмайды.
маған көп бір адамды 4-5 адам жинап алған шығар, жақсы бір адаммен жұмыс жасаған әлдеқайда жақсы. Және де сіз бір адаммен жұмыс жасағанда менің өзімнің магазинім қолымда тиеді, басқа да болады. Яғни бұл жерде интернет-магазин Shopify-да, Instagram-ның да немесе тағы басқаны ешқандай тәуелді емес. Онлайн Google AdSense-пен де, Facebook-пен де, өзінің рекламный маркетингімен де, Instagram-мен де, TikTok-пен де жан-жақты реклама жіберуге болады. Самый главный магазиніңіз дайын болып тұру керек. Яғни өз опытымды айтып жатырмын. Одан кейін мен iPhone ғой, тек компьютерімде iPhone. Сол кезде аштым да ең басында өзім еш ашылмайды, не болып кетті, давление керу керек па деп түсінбегенмін, уақытым өтіп кетті бір аптадай. Сол кезде сөйтіп отырсам, оказывается, бұл жерде тек қана Google Chrome болу керек. Сол себепті Google Chrome'ды жүктеп алдым Safari'ға. И Google Chrome'мен кірген кезде уже ашылып тұр. 6 күн, бір апта уақытым өтіп кеткен да уже. Ал менде 3 ай $1 3 ай ғана уақытым бар. Одан кейін $24 арендаға төлеп отырамын. Солай. И сосын ішіндегі өзінің бағалары бар, қандай болады, қанша расход, соның барлығын есептеп біліп отырмын. Поэтому оңай кәдімгі біз үйреніп қалған маркетплейстер сияқты емес. Тағы да айтайын, бұл маркетплейс емес, платформа, сайт жасайтын платформа. Сайт жасағанда да былай ғой, например, пазл сияқты ғой. Жан-жақ шашырап тұр, сіз сол пазл, мынау маған мынау цвет ұнап тұр, осы цветпен байланыстырамын. Мынау фото ұнап тұр, осыны қоямын. Мына видеомен қой, осы видеомен мен клиенттерді шақырамын. Осыдан кейін мынандай кнопка болады, мына кнопкадан кейін мынандай болады, мына кнопкадан мынандай болады деп өзіңіз дұрыстап орнына қойып аласыздар. И содан кейін клиент заказ берген кезде orders деп кәдімгі заказ болып тұрады. Ой. Қалдарыңыз қалай негізі? Дауысым естіліп тұр ма? Азамат Бекназар, қалайсыз? Жігіт. Так, мен сіздерге көрсете салайын, е? Что, действительно не істеп отырмын. Мені қараңыздар, қарап отырмын. Например, мына тарақты көрейін деп жатқам, бірақ бұның ішінде қараңыздар. Егер де мен осыны қоятын болсам, маған $4 деп тұрды, оны $25 қойып жатырмын, $28. Бірақ та қараңыздар, sale numbers деп тұр, яғни бұл жерге заказ жеткізбеген бұл поставщик. Яғни бір товар неше поставщиктер сатып отыр да, тура осы товарды. Енді біздің жұмысымыз бұл жөннің ішінен жақсы поставщикті, жеткізетін поставщикті тауып алу керекпіз. Например, мынауда 27 продажа болған екен. И одан кейін қараңыздар, мына жерде бұның звездкасы көрінеді. Былай қоятын болсақ, бұлда ешқандай звездка пока жоқ. Енді мына жаққа астына қарай осы товарда бағасына 5 тұрады. Бұл $3, себебі $2-дан $1 арзан да, қымбат, то есть. Мынау $4 сатып отыр осы товарын. Қараңыздар. Міне осы товарын $4 сатып отыр, 195 заказ орындап тастаған. И қазір қараймыз, міне 4-8 көрініп тұр, міне 4-8 несі бар, жұлдызы бар. Яғни бұл живой магазин, живой жақсы жұмысын уақытында жеткізетін магазин. Енді осы магазиннің өзіне кіретін болсақ, мінекей, нақты доставкасымен общий жетіде $40 деп тұр. Міне 195 ордers орындап тастаған. Міне видеолардың барлығын біз импорт етіп аламыз толыққанды. Яғни балаларға, яғни біз осы видеолар арқылы көресіздер ғой, TikTok, Instagram, Facebook'тарда әдемі видеолар өтіп кетеді. Яғни осы видеолар арқылы біз клиент өзіміз магазинге алып кіреміз. Магазинге алып кіргеннен кейін барып, ол басқа да товарды алып кететіндей болу керек. Мінекей, просто мұны ADS, Dezers деп тұр, осыны басып мен өзіме импорт жасаймын қазір. Яғни бүкіл сөздері, видеосы, фотосы барлығы менің Dezer'стегі Shopify мен уланған жеріме, кабинетіме өтеді. И после этого мен оны ары қарай не дейді, магазиніме алып өткізетін боламын. Так, негізі солай. Бір жағы солай деп па. Енді оны сіз $30-40 спокойно қоя бересіздер. Так, міне импорт секунд деп тұр, қазір көрсете салайын.
Так. Мінекей қараңыздар, импорт деп тұр, и my products деп тұр. Еще осы жерден мен әлі таңдаған жоқпын да. Яғни мына мен ішінен что жақсы поставщик тауып алдым да, и соған кірдім. Импорт деген жерге кірсем, қазір қараңыздар. Міне қазір мен алған товар келіп тұр маған, и осы жерден мен оны датасын басып толыққанда нақты бағаларын қойып жасап отыра аламын. Мына жерде прайстарды ham дұрыстап қоюға болады. $4, мына өзі $4 Алиэкспресте, мен бұны аламын да $35 деп қоямын. Мына жаққа $95, яғни 50% скидка деген сияқты көрініп тұру үшін. Бұл енді бірінші товарды бияққа импорт алғанымыз. Одан кейін бағасы, суреті, сөздері, Амазондан да, жан-жақты, басқасы конкуренттердің, магазиндердің көріп жасап, бір товарға жақсылап тұрып, істеп мән беріп қою керекпіз. Сол кезде бізде сатылым да бәрі жақсы болады, элитный болады. Менің өз ойымда, потому что қайта-қайта мен қанша жасап көргеннен кейін, Касанядан кейін түсініп жаттым. Сол себепті бұны сразу жасап кету керек екен, оказывается. Қалайсыздар? Қаламқас бизнес леди дейді. Так, кімде қандай сұрақ бар? Айтыңыздар, деп па? Необычный уақытта шықтым ба өзім? Мен прямой эфирге онда көп дайындалып шығатын, аяқ асты шықтым. Дәл қазір деген шешім қабылдау деген бар менде. Сол үшін дәл қазір деп отырмыз ғой. Енді бұл жерде импорт жасағандарымыз бар, олар бағалары бар, оны кейін біздің магазинге появится, ол біздің магазинге оны жасау керек деген сияқты. Сәлематсыз. Маған Shopify-ның бір ұнаған жері барлығы автоматтандырылған. Өзінің клиенттерін сақтап қалады. Клиенттеріне сіз скидка қоятын болсаңыз, клиенттеріңізге басқа жаңа товар қоятын болсаңыз, жаңа товарыңызға да мынандай магазин осы шығарып жатыр жаңа товар деген сияқты, сол алған адамдарға тағы да клиентті қайта жасайтындай автоматты түрде өзі жасайтын болады. Маркетингді жан-жақты ол скидкаңызды, магазин қашан болады, тестейді, оның барлығына сіз тек қана бересіз и ары қарай өзі жасап кетеді. Бұл не түсіндіріп жатқаныңыз еді? Shopify деген өткен жылдың алдыңғы бір прямой эфирді көрсеңіз болады, жауап бердім толыққанда. Сонда да айта салайын, Shopify деген ол Европа елдеріне, Америка елдеріне товар сататын сайт, интернет-магазин. Яғни Wildberries бір жеке меншік Татьяна Бакалчуктың магазины ғой. Тура солай өзіңіздің жеке брендовый магазиніңізді ашатын боласыз. Осы брендовый магазин ашқаннан кейін, Назира, қалайсыздар? Сіздің қолыңыздан келеді негіз. Так, былай ғой, қайталап айтып кетейін. Shopify это магазин, интернет-магазин, элитный магазин, ешқандай маркетплейс емес. Маркетплейсте, например, Татьяна Бакалчук Wildberries-тің иесі, ол оныкі. Ал сіз өз магазиніңізді шығаратын боласыздар, и бұл жерде Европаға, Канадаға, Новый Зеландия, Америка, Австралия, сол жақтарға товар сататын боласыз. Алиэкспресстен аласыздар, Алиэкспресстен товарды сол мемлекеттерге тек қана посредник болу арқылы жасаймыз. Посредник болып ақша табатын боламыз. Бауға Төрехан дейді. Қалдарыңыз қалай? Түсінікті болды ма негізі? Ал ортада сіз былай ғой. Ортада сіз магазиніңізді әдемілеп товарларды алдыңыз, қойдыңыз, әрледіңіз, күштілеп тұрып, и сол товар 50-100 товарыңыз бар да, бутигіңіз дайын. Енді оны сіз айту керексіз, менде бутик бар, менде осындай заттар бар деген сияқты. Сондай заттарды рекламаға жіберіп, ары қарай сол клиенттерді, бір клиентті 2-3 товар алатындай алып кету керек та сіздің магазиніңізден. И бұл жерде ортадағы ақша сізге $3, $5 көрдіңіздер, $4, $5 болады. Оны 30, кемінде 28-30 сатасыздар. Яғни $3-дің $5 доставкаға кеткенде де, например, $7 кеткенде де $10, $15 кетсінші, $15-дан да ары қарай сізде ортада $15 сізге чисто қалады. $10 қалғанда да бір товардан, сонда бір күнде кем дегенде $50-60 таба аламыз. Как минимально. $30 товарды болатын болса, оны сіз $100 қоясыз. Солай.
иә, курсы бар. Бірақ қазір мен енді дамып келе жатқаннан кейін мен оның бағасын өзінің бағасын айтып жатқан жоқпын. Өзінің бағасы 500 мың теңге. Себебі сіз айына спокойно $1000 таба аласыздар. Как минимум $10, $20 тапқанда күніне. Уже саудаңыз басталып кеткеннен бастап. Поэтому $1000 табатын курсты сізге ешкім $100, $200 жасамайды. Поэтому қалай айтсам екен не еді? Ой, миым ашып қалды, ана кісіге келгеннен кейін не істеп. Сол себепті бұның курсы арзан бағалы емес. Как минимум 150 мың теңге. 100 мыңге өткенде айтқан болатын, ол уже орындар бітіп кетті. Бүгін ғана орын бар. Кешке дейін, осы сағат 12:00-ге дейін, 24:00-ге дейін сіз 150 мың теңгеге бұл курсты аласыздар. Что менімен бірге бірдей бастап кетесіздер. Жеке менімен бірге отырасыздар.